Қазір жаратылыстану сабағы. Жаратылыстану пәнінің ортақ тақырыбы адам, ал бөлімшесі тыныс алу мүшелері. Сабақтың мақсаты адамның тыныс алу жүйесінің неден тұратынын білесіңдер. Балалар, бүгінгі сабағымыздың оқу мақсатына жету үшін қазір сендерге видеоресурс ұсынамын. Берілген видеоресурсты мұқият тыңдай қойыңдар. Біз тыныс алу мүшелерімен танысайық. Тыныс алу мүшелері: мұрын, көмей, кеңірдек, бронхлар, оң жақ өкпе және сол жақ өкпе. Біз тыныс алған кезде ауа мұрынға барады. Осы аз ғана уақыт ішінде ауа мұрын арқылы тазаланып, сүзіліп, көмей, кеңірдекке өтеді. Кеуде қуысында кеңірдек өкпеге ауа жеткізетін екі бронхқа бөлінеді. Тыныс алуға қатысатын мүшелер тыныс алу жүйесі деп аталады екен. Бір қызығы, балалар, біздің организміміздің ең үлкен мүшелерінің салмағы жоқ. Сондықтан да оларды орыс тілінде легкие, жеңіл деп атаған. Әр адамда екі өкпеден болады. Бірі оң жақта, бірі сол жақта орналасады. Сен білесің бе, оң жақтағы өкпе сол жақтағы өкпеге қарағанда сәл үлкендеу болады екен. Әрбіреуіміз күніне 20 мың рет, немесе жылына 8 миллион рет тыныс аламыз. Бірақ минутына 12-20 рет тыныстаймыз. Балалар, біз қалай дұрыс тыныс алу керектігін білеміз бе? Біз тыныс алғанда кеуде қуысы үлкейіп, өкпе ауаға толы ұлғаяды. Ал енді біз дем шығарған кезде өкпедегі ауа сыртқа итеріліп шығарылады. Ойланып қарасақ, өкпенің қызметі өте қарапайым. Оның жұмысы тек қанды оттегімен байыту, одан көмірқышқыл газын шығару болды. Бірақ өкпеміз өте белсенді мүше болып келеді. Біздің әрбіріміздің өкпеміз арқылы күніне 12 тонна ауа өтеді екен. Бірінші тапсырма ауаны саяхат деп аталады. Балалар, ауаны жұтқанда бірінші қайда барады? Кәне ойланайық. Жарайсыңдар. Ауаны жұтқанда бірінші мұрынға барады екен. Мұрыннан кейін ауа қайда түседі? Әрине, мұрыннан кейін ауа кеңірдекке түседі. Керемет, балалар. Ауа өкпеге не арқылы жетеді? Дұрыс айтасыңдар. Кеуде қуысында кеңірдек арқылы өкпеге ауа жеткізілетін екі бронхқа бөлінеді. Олар өкпеге жалғасады. Екінші тапсырма, өзіңді тексер. Суреттегі тыныс алу мүшелері ретімен атап шығыңдар. Қанекей, балалар. Бірінші, дұрыс мұрын. Келесі, кеңірдек. Одан кейін бронхлар. Оң жақ өкпе және сол жақ өкпе. Жарайсыңдар. Зерттеу жұмысы. Мен зерттеушімін бөлімін жүзеге асырасыңдар. Балалар, сендер бұл жерде дереккөз түрлерін анықтап алуды үйренесіңдер. Тыныс алу жүйесі құрылысының ерекшелік мен орналасу ретін атап, зерттеу жұмысы барысында модель құрастырасыңдар. Балалар, сабағымызды қорытындылау мақсатында я жоқ әдісі арқылы сабағымызды пысықтайық. Бірінші, ауасыз өмір сүре аламыз ба? Дұрыс, әрине, ауасыз өмір сүре алмаймыз. Екінші сұрақ, ауаны жылытып, ылғалдандыратын мүше бұл не? Мұрын. Дұрыс па, балалар? Иә, өте жақсы. Ауа тек қана далада болады. Әрине жоқ. Асқорту мүшесі өкпе. Келісесіңдер ме, балалар? Жоқ, келіспейміз. Себебі асқорту мүшесі өкпе емес.
Оны біз жақсы білеміз алдыңғы сабақтардан. Ауасыз тек қана адамдар демалады. Жоқ. Әр адамда екі өкпеден болады. Дұрыс па балалар? Иә, дұрыс. Әрбіріміздің өкпеміз арқылы күніне 12 тонна ауа өтеді. Иә, өкпе кеуде қуысында орналасқан. Иә, тамаша балалар. Балалар, видеоресурстан тыныс алуға қатысатын мүшелер тыныс алу жүйесі деп аталатынын білдіңдер. Тыныс алу мүшелеріне мұрын, кеңірдек, ауа тамырлар мен өкпе жатады екен. Балалар, ендеше сендерге оқу тапсырмасы беріледі. Сондықтан мұқият тыңдай қойыңдар. Ең алдымен оқулықтарыңның 54-ші, 55-ші беттерін түсініп оқисыңдар. Содан кейін видеоресурстың қорытындылау бөлігіндегі иә жоқ әдісі тапсырмаларын үйде қайталайсыңдар. Келесі жаратылыстану сабағында өзіндік жұмыстың кез келген түрі мен осы берілген тапсырмаларды тексеремін. Осымен жаратылыстану сабағы аяқталды. Келесі сабаққа дайындала қойыңдар.